Қазіргі таңда компаниялардың табыс көрсеткіштері тікелей қызметкерлерге байланысты. Жұмыс берушілер қол астындағыларды ынталандыру үшін кешенді әдістемелерді қолданып, корпоративтік мәдениетке біртіндеп well-being жүйесін енгізуде. Бұл дегеніміз сапалы кадрларды тарту және ұстап қалу. Дәстүр бойынша аталмыш ұғымға қызметкерлерге сыйлықақы төлеу, медициналық сақтандыру, оқу ақысын өтеу арқылы біліктілікті арттыру кіреді. Ал отбасы банк осы тізімге қызметкерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету опциясын қосып отыр. Армысыздар, эфирде өркенде бағдарламасы және мен Жания Әбдібек. Осымен 3-ші жыл қатарынан отбасы банк корпоративтік өнім атты бағдарламаны сәтті жүзеге асырып келеді. Ол әртүрлі ұйымдардың қызметкерлеріне жеңіл шарттармен несие беруге негізделген. Мақсаты отандық компанияларға қызметкерлерін жеке баспанамен қамтамасыз етуге көмектесу. Альтруизм деп ойлайтын шығарсыз, мүлде олай емес. Шын мәнінде бұл HR саласындағы заманауи тәсіл. Ол компаниялардан мықты кадрлардың кетуіне жол бермейді. Яғни болашағына сенімді жоғары білікті мамандар легін қалыптастырады. Сәлеметсіз, қош келдіңіздер. Ақтау қаласының тұрғыны Эльмира Тумышева Қаражанбас мұнай компаниясында 8 жылдан бері жұмыс істейді. Жекеменшік баспанасы жоқ келіншек тұрғын үй мәселесін шешу үшін бірнеше жылдан бері ақша жинай бастаған. Уақытша туыстарының үйін паналап, отбасы банкінде депозит ашып, болашақ пәтерінің бастапқы жарнасын жинапты. Осы арада өзі қызмет етіп жүрген компания мен отбасы банк корпоративті өнім бойынша несие беру туралы келісімге қол қойғанын естиді. Эльмира қажетті құжаттарды тез арада жинап, өтінім беріп, алғашқылардың бірі болып тиімді шарттармен пәтер алады. Біз сияқты жас мамандарға біздің компаниямыз қолдау білдіріп, осындай бағдарламалар ашып, бізді үй алуымызға көмектескен үшін алғысым шексіз. Өзімнің Қаражанбас мұнай акционерлік қоғамының басшыларына, отбасы банкке де мысалы өте қолжетімді осындай бағдарлама ашқандарына да рахметім зор. Мен қазір 7 жылға алдым кредитті да, 7 жыл 10 ай. Соны қазір 136-нан төлейтін едім. Өзім МВФ-пен кеше қысқарттым. Қазір 124 мыңнан төлеймін. Өзім қолжетімді бағам қазір. Эльмира келісім шартты небәрі 5 күннің ішінде рәсімдеген. Қаражанбас мұнай компаниясы бағдарламаға қатысушыларды 100%-ға, яғни банктың қатысуынсыз қаржыландырғандықтан несиелеу мөлшерлемесі жылына 5% ғана құрады. Өзім таңдап алған квартирам, өзімнің маған берген суммаға байланысты кезінде сол алған квартирам өзім вторичный рыноктан алдым осындай. Ұнайды осы жерде тұрып жатырмыз. Район, мектеп, садик бәрі қасымызда. Менде енді бір ұл бір қыз болғандықтан осындай 3 комната алу мүмкіндігі туылды да маған. Қазір енді қуаныштымын осындай 3 бөлмелі үй алғаныма. Қаражанбас мұнай компаниясы корпоративтік өнім бағдарламасының аясында өз қызметкерлерін қолжетімді тұрғын үймен қамтамасыз еткен отбасы банкінің алғашқы серіктесі. Аталмыш бағдарламаның көмегімен мұнай өндіруші компанияның 99 қызметкері пәтерлі болды. Екі ара келісімнің арқасында Қаражанбас мұнай 1,3 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлген. Яғни қызметкерлер несиесінің 100%-ын компанияның өзі қаржыландырған. Отбасы банкімен келісім аясында бұл қаражат компанияға 4 жылдан кейін толық көлемде қайтарылады. Отбасы банкінің Қаражанбас мұнай компаниясымен келісімінің негізгі ерекшелігі жұмысшылар бастапқы жарнасы болмаса да пәтер сатып алатындығында. Яғни, егер қызметкер қаражат жинамаса да, бәрібір 5%-ық мөлшерлемемен несие рәсімдеуге мүмкіндігі бар. Тұрғын үйді бастапқы нарықта да, қайталама нарықта да таңдауға болады. Айтпақшы, қызметкер пәтерді баспана маркет порталынан таңдап, сол жердегі онлайн ипотека қызметін пайдаланса болады. Сразу можно сделать акцент на то. Қазіргі таңда 5%-ық мөлшерлемені ешқандай банк ұсынып отырған жоқ. Оның ішінде біздің банк те бар.
Біздегі стандартты бағдарлама бойынша тұрғын үй займын алу үшін клиент 3 жыл ішінде үй құнының 50%-ын жинау керек. Сонда ғана ол 5%-бен қарыз алады. Ал корпоративті өнім бойынша ұзақ күтіп көлемі жарна төлеудің қажеті жоқ. Бұл ең маңызды артықшылығы. Қазір өздеріңізде көріп отырсыздар, нарықта ипотеканың ставкалары өсіп барады. Клиент өз бюджетіне қолайлысын таңдайды. Ай сайынғы бюджетін есептеп көреді және корпоративті өнімнің ставкасы қызметкерлердің қалтасына қолайлы. Сондықтан тиімділігі бойынша бұл бағдарламаға бәсекелес жоқ деп ойлаймын. Корпоративтік өнім бойынша жылдық мөлшерлемесі 5%-бен, алғашқы жарнасы 0-ден бастап, компания қызметкерлерін несиелендіруді көздейді. Салыстыру үшін айта кетейік, банктың нарықтық бағдарламалары бойынша тұрғын үй құнының кемінде 50%-на жеткілікті қаражат жиналған кезде банк несиені 8,5%-дық жылдық мөлшерлемемен береді. Айта кеткен жөн, бағдарламада қатып қалған ереже жоқ. Шарттар корпоративті клиенттің ыңғайына қарай икемделеді. Сондықтан компания иелеріне өз ұсыныстарын енгізуге тамаша мүмкіндік бар. Ал отбасы банк серіктестерді қолдауға әрқашан дайын. Бұл мәселедегі ең басты құндылық қазақстандықтардың тұрғын үй мәселесін шешу. Ұйым банктегі ағымдағы есепшотына ақша құяды. Оған алдын ала қарыздар беріледі. Егер корпоративтік өнімді жергілікті атқарушы органдар пайдаланатын болса, онда жергілікті әкімдіктер банкке 8 жылға дейінгі мерзімге бюджеттік кредит береді. Қаржы көлемі банкке аударылғаннан кейін, ұйым жеңілдетілген шарттармен несие алуға үміткер қызметкерлердің тізімін жолдайды. Банк олардың төлем қабілеттілігін тексереді және тұрғын үй сатып алуға алдын ала заем береді. Қарыздың ең жоғарғы сомасы 45 миллион теңге. Возможности очень простые. Біздің ұсынып отырған корпоративті өнім бағдарламасының шарттары өте жеңіл. Жобаға қатысатын компаниялардың қызметкерлері қолжетімді несие ала алады. Оның алғашқы артықшылығы пайыздық мөлшерлемесінің төмендігі. Клиенттер ипотека алатын кезде пайыздарына қатты қарайтыны сөзсіз. Корпоративті өнімнің ставкасы 5%-дан басталады, ал ең жоғарғы мөлшерлеме 10%. Екінші артықшылығы алғашқы жарнаның көлемі. Алғашқы жарна көлемі неғұрлым төмен болса, несие соғұрлым қолжетімді. Корпоративті өнім бағдарламасының алғашқы жарнасы 0-ден басталып 10-20%-ға дейін барады. Бұл шарттар клиенттер үшін өте қолайлы. Тұрғын үй жинақ жүйесінің талаптары бойынша алғашқы 8 жыл ішінде борышкер бір мезгілде кредит сыйақысын төлеп, отбасы банктегі шотына ақша жинайды. Осы мерзім аяқталғаннан кейін ол тұрғын үй заемына ауысады. Тұрғын үй заемының мерзімі бағалау көрсеткіштеріне байланысты 6 айдан 25 жылға дейін болады. Борышкер тұрғын үй заемына көшкеннен кейін отбасы банк қаржыландыруға алған қаражатты ұйымға қайтарады. Не секрет, что сейчас работник Еңбек нарығындағы сұранысқа ие тәжірибелі қабілетті қызметкерлер жұмыс берушіні таңдайтын кезде компанияның еңбек шарттарына мән беретіні жасырын емес. Көп жағдайда мықты мамандар үшін жалақы көлемі бір жерде тұрақтап қалуға себеп болмауы мүмкін. Жұмыс беруші таңдайтын кезде қазіргі мамандар қызмет бабымен көтерілу, кәсіби өсу, қосымша оқу, медициналық пакет, балаларын жақсы балабақшаға орналастыру секілді қосымша жағдайларға мән береді. Оған қоса тұрғын үй сатып алу мүмкіндігін де іздейді. Осы сұранысқа жауап беру үшін компаниялар өз ипотекалық бағдарламаларын іздейді. Компаниялар үшін корпоративті өнім жаңа қызметкерлер тартудың, бағалы мамандарды ұстап қалудың бір амалына айналды. Яғни баспана мәселесін компанияның ішінде шешуге мүмкіндік береді. Корпоративті өнім аясында компаниялар тұрғын үй сертификаттарының үлгісі бойынша қызметкерлеріне бастапқы жарна төлей алады. Сондай-ақ банк 40-60 қағидаты бойынша қарызды қаржыландыруға қатысуға дайын. Яғни қаражаттың 40%-ын банк, ал 60%-ын ұйым бөледі. Алайда мұндай жағдайда несие беру шарттары да өзгереді. Мысалы, пәтер құнының 10% көлеміндегі алғашқы жарнасы бар болған жағдайда жылдық мөлшерлеме 8% болады. Корпоративтік өнім аясында тұрғын үйді қарыз алушылар өздері іздейді. Өзге жағдайда ұйым жер телімін бөліп, тұрғын үй салып берсе, немесе пәтерді тиімді бағамен салып беретін құрылыс компаниясын тапса да болады.
Мы совсем недавно начали отдельно освещать это. Біз корпоративтік өнім туралы жақында ғана айта бастадық. Сондықтан енді ғана алғашқы клиенттеріміз өз баспаналарына қол жеткізді. Біздің жоспарымыз көп. Біз бұл өнім туралы мейлінше көбірек айтсақ, қатысқысы келетін компаниялардың да артары сөзсіз. Бізде әртүрлі деңгейдегі келіссөздер жүріп жатыр. Осы аптада тағы бір мәмілеге қол қоямыз. Жақын уақытта жемісін көреміз деп ойлаймын. Десе де біз бәрі бірден керемет болып кетеді деп күтпейміз. Себебі бағдарламаның негізгі демеушісі компаниялардың өздері. Олар өз қызметкерлеріне арзан несие ұсыну үшін бағдарламаны қаржыландырады. Яғни бюджет мәселесі бар. Бұл бірден шешіле салатын сұрақ емес. Мысалы, отбасы банкпен серіктестік туралы келісімшартқа биыл қол қойған күннің өзінде компаниялар қаржыландыруды келесі жылдың бюджетіне енгізуі мүмкін. Жақында Ақтау қаласында біздің өңір 2022 атты бизнес форум өтті. Оған Маңғыстау облысының жұмыс берушілер мен кәсіпорындарының топ менеджменті қатысты. Отбасы банкінің басшылары корпоративтік өнім жобасын таныстырып, бағдарламаның нәтижелерімен бөлісті. Әрбір мекеме өзінің қоласына, жұмысшыларына әрекет етіп жағдай жасаса, бәрі жақсы болар еді. Көп қосылса көл болады ғой. Ең басты бізден басталды. Қазір Қарағандыда бар. Қазір басқа да біздің облыстарда жастар программасын қол қойып жатыр әкімшілікпен бірге. Бірақ біздің бұл жерде мақсатымыз тек әкімшілік емес, ақша бөліп, өзінің азаматтарын ойлайтын. Жекелеген мекемелерде өзінің қол астындағы адамдарын ойласа екен деген үміт қой. Шараға қатысқандардың арасында Жұмажан Ілиясов та болды. Ол Қаражанбас мұнай кен орнында 15 жылдан бері қызмет етеді. Бұған дейін 6 баламен Ақтауда пәтер жалдап келген жетекті инженер корпоративтік өнім бағдарламасы аясында 3 бөлмелі пәтер алып, қоныс тойын тойлады. Мұндай игілікті аталған кен орнының тағы 98 қызметкері көрген. Бәрі де осы бағдарламаның аясында жұмыс берушісінің қолдауымен баспаналы болған. Негізі тиімді бағдарлама. Менде мысалға жинақ қоры жоқ, алғашқы жаңа мөлшері 30-40% деген жоқ. Мысалы бұл Қаражанбастың өзі полный барлығын төлеп, барлығын өзі алып берді, тек документімен барасың, удостоверениемен, сол бойынша алдық мысалға. 2020 жылы отбасы банк корпоративті өнім аясында ARG компаниялар тобымен жалдау жинақтау тетігі бойынша келісім шарт жасады. Осы келісім шеңберінде компания өз қызметкерлеріне жалдамалы тұрғын үй салып берді. Жұмыскерлер ARG-ден тұрғын үйді жалға алып көшіп барады. Шарт бойынша бір мезгілде жалдау ақысын төлей және отбасы банкіндегі депозитіне тұрғын үй құнының 30%-ын жинайды. Баспана құнының 3/1 жиналғаннан кейін қалған 70%-ын банк 7%-дық мөлшерлемемен алдын ала тұрғын үй заемы ретінде береді. Және кейін қызметкер тұрғын үйді компаниядан сатып ала алады. ARG компаниясы отбасы банкіне өзі жүгінген, себепсіз емес. Бүкіл Қазақстан бойынша мекеменің 60 мыңнан астам қызметкері бар және олардың дені әлі үйсіз жүр. Компания бұл проблеманы шешу үшін өзі тұрғын үй салуға кіріскен. Әсіресе Рудный, Ақсу, Екібастұз, Павлодар, Хромтау, Ақтөбе қалаларындағы жас, болашағы бар мамандарға көп көңіл бөледі. Тұрғын үй мәселесіне демеулесе отырып, компания сапалы кадрларды өз ұжымында ұстап қалады. Еңбек нарығында өзінің HR брендін күшейтеді. Айтпақшы, қызметкерлерге қамқорлық жасау қазір әлемдік трендке айналған. Несомненно, это очень привлекает сотрудников. Вообще это было очень популярно, особенно. Жеңіл шарттармен пәтер алу қызметкерлерді қызықтыратыны сөзсіз. Әсіресе Астана жаңадан салынған кезде мұндай әдіс өте танымал болды. Әрине, басында баспана болу әр адам үшін өте маңызды. Жалақында жеткілікті, өмір сапасы да басқаша болады. Ал компания үшін бұл шығын. Бірақ қол астындағылардың адалдығын бірінші орынға қоятын компаниялар бұны шығын деп қабылдамайды. Керісінше, жұмыстың маңызды элементі корпоративтік мәдениет деп қарайды. Сондықтан бұл жұмыс берушіге қызметкердің адалдығы пайдалы. Яғни жаңа қызметкерлерді жалдаудың қажеті болмайды. Кадрлардың кетуі азаяды. Кадрлар резерві қалыптасады. Тәжірибе бір ұрпақтан екінші ұрпаққа беріледі. Яғни мұның артықшылықтары өте көп.
Павлодарда 131 қызметкер өз пәтерлерінің кілттерін алды. Тағы 53 үміткер компаниямен жалдау шартына қол қойды. Олардың қатарында Қазақстан алюминия, Қазақстан электролиз зауыты және AG сервис компаниялар да бар. Ақсу қаласында 140 пәтерлі 3 үй жұмысшылардың игілігіне берілді. 70 пәтердің тұрғындары қоныстанып үлгерді. Тағы бір қатары төлем қабілеттілігін бағалау рәсімінен өтуде және Ақсу ферроқорытпа зауытымен жалға алу шарттарын жасасуда. Екібастұзда бөлінген 70 пәтердің 65-і өз иелерін тапты. Еуразиялық энергетикалық компаниясы қызметкерлері қазір қоныс тойын тойлауда. Ал Қарағандыда 45 адам төлем қабілеттілігін растау рәсімінен өтуде. Эта программа как конструктор, из нее Бұл бағдарлама конструктор сияқты. Оның аясына неше түрлі нұсқаларды құрастыруға болады. Яғни әр компанияның мүмкіндігі мен қызметкерлерінің қалауын ескере отырып, шарттары жасақталады. Біз корпоративті өнім бағдарламасына қатысқысы келетін әр компаниямен шарттарды жеке-жеке талқылауға дайынбыз. Бұл бағдарламаның қызметкерге тиімді тұсы төмен пайыздық мөлшерлемемен баспанаға қол жеткізу. Ал компания жақсы жұмысшыларын сақтап қалады. Өйткені көп жағдайда білім, тәжірибе мен мықты идеялар кадрмен бірге кетеді. Банк өз кезегінде салымшылардың қатарын көбейтеді. Отбасы банк арқылы сатып алынған пәтерлерде өскен балалар болашақта банктың клиенті болары сөзсіз. Сіздер Атамекен бизнес арнасының эфирінен өркенде бағдарламасын тамашаладыңыздар. Менің атым Жания Әбдібек. Эфирде келесі көріскенше сау болыңыздар.